Alhamdulillahi Rabbil alamin wa l'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli jamoatil muslimin. Allah subhanahu wa ta'alaga sansız şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o durudu salavatlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soңынан жақсылық пен туралық ергескен барша үмметтеріне Allah subhanahu wa ta'alaның рахметі жаусын. Allah subhanahu wa ta'ala алып жатқан білімдерімізді арттырсын, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдардың қабыл болуыны, сол қабыл болған амалдарымыз арқылы бұл дүниеде де, ақыретте де жүзіміз жарық, дәрежеміз жоғары болуын Алла нәсіп етсін. Құрметті жамаат, біз имамы Термизи рахматулла алейхтің Шамаил Мухаммадия кітабынан пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құлшылықтары жайындағы бөлімді өтіп жатқан едік. Енді құлшылық деген кезде, құрметті жамаат, өткен сабақтарда да айтып өттік, бұл құлшылықтары пайғамбар алейхиссаламның нәпіл құлшылықтары. Яғни жалпы білеміз, парыз, уәжіп, сүннет, яғни одан кейін нәпіл намаздар, яғни құлшылықтар келеді, яғни өз еркімен атқарылатұғын құлшылық ибадаттары. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның нәпіл құлшылықтарынан тахаджуд намазыны оқыдық, зуха намазыны оқыдық, күндізгі нәпіл намаздарына. Және де мынау пайғамбар алейхиссаламның тұтқан оразасы жайында оқып, үйреніп жатқан едік. Өткен сабақтарда біз үйрендік, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рамазаннан бөлек Шағбан айында ең көп ораза ұстағандығы, немесе әр аптаның дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстағандары, тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзі жұма күні де, яғни ораза ұстаған екендігіні, яғни үйреніп шықтық. Бүгінгі құрметті жамағат жалғастыратұғын жеріміз, хадисіміз келіп тоқтаған хадисіміз Айша разияллаху анхума анамыздан риуаят етіледі, яғни Муаза рахматулла алейх, яғни деген кісі пайғамбар Айша разияллаху анхума анамыздан сұрадым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам әр айда 3 күн ораза ұстайтын еді ме? Әр айда 3 күн ораза ұстайтын еді ме деп сұрадым. Айша разияллаху анха анамыз ия деп жауап берді. Мен айттым дейді. Қайсы күндерде ұстайтын еді? Айша разияллаху анха анамыз айтты дейді. Қайсы күнде болуына көңіл бөлмейтұғын, яғни тура келген күнде ораза ұстай беретінін деп айтты дейді. Яғни құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам әр айда 3 күн ораза ұстау мәселесі, яғни айтылып жатыр. Өйткені біз көп хадистерде, көп риуаяттарда, тарихтан естігеміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өткен сабақтарда да айтып өттік. Айдың басында 3 күн, ортасында 3 күн, ақырында 3 күн ұстайтұғын оразалары да болған. Бірақ бұл жерде Айша разияллаху анха анамыздан сұралып жатқаны, әр айда 3 күн ораза ұстайтын еді ме? Енді ол жерде басы, ақыры, немесе ортасы деп бөліп жатқан жоқ. Бірақ жалпы 3 күн ораза ұстайтын еді ме дегенде, Айша разияллаху анха анамыз ия деп айтты. Яғни бірақ қайсы күндері деп сұралған кезде, қайсы күн екендігіне көңіл бөлмейтұғын. Яғни өткен сабақтарда айтып өткеніміздей, дүйсенбі ма, бейсенбі ма, жұма күні ма, немесе сенбі күні ба, сәрсенбі күн ба, оған қарамайтұғын, кез келген, яғни бір айда кез келген күні, бірақ 3 күн ораза ұстайтұғын. Бұл жерде көпшілік ғалымдар айтады, құрметті жамағат, ақ күндер деп, яғни кейбір ғалымдар түсінік береді. Яғни ол ақ күндер қайсы күндер дегенде, айдың толған уақытын айтады. Яғни ай толған кезде бұл айдың ортасында болады.
яғни 13, 14, 15 күндері. Ай көрінген уақыттан бастап есептеп, яғни 13, 14, 15 күндері ай толған уақыты болады. Яғни ай толған кезде өздеріңізде білесіздер, яғни хабарларыңыз бар, мүмкін сынапта көрген шығарсыздар. Ай толған кезде түн жарық болады, ақ болады. Яғни сол үшін оны ақ түндер деп айтады. Яғни сол ақ түндерде түндердің күндізін, яғни ораза ұстаумен пайғамбар алейхиссалам өткізетіндігі. Енді кейбір ғалымдар соны негізге алады, яғни әр айда 3 күн деген осы хадистегі күндер бұл айдың ортасындағы деген, яғни пікірді айтқан ғалымдар да бар. Бірақ жалпы, құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әр айда 3 күн ораза ұстауы, яғни бізге осы хадистен анықталып жатқандығы. Енді құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 3 нәрсені негізі өсиет еткен жері бар, яғни сондай бір риуаят келеді. Ол жерде, құрметті жамаат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 3 күн, жалпы бір айда 3 күн болса да ораза ұстау керектігі, яғни ораза ұста деген, зуха намазыны қалдырма деген, тахаджуд үтір намазды оқымастан ұйықтама деген. Яғни сол өсиет пайғамбар алейхиссалам қалдырған, яғни соған байланысты, құрметті жамаат, бізде мүмкіндік барынша, яғни ораза ұстаған жақсы. Енді бұл әлбетте жағы айтып жатқанымыз нәпіл құлшылық болғаннан кейін, нәпіл оразалар болғаннан кейін, яғни біз мүмкіндік барынша деп айтып жатқанымыз. Кейінгі хадис, құрметті жамаат, Айша разияллаху анхума анамыздан келеді, және Ашура күні, яғни 10-шы Мухаррам күні Құрайш жамағаты, яғни Құрайш тайпасы жалпы ораза ұстайтұғын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда хижрет жасаудан алдын сол күні нәпіл ораза ұстаушы еді. Бірақ Мәдина Мунауараға хижрет жасағаннан кейін өздері де оған қатты көңіл бөлді, тұта бастады, және үмметіне де тұтуды уәжіп екендігін жария етті, яғни айтты. Кейін Рамазан айы оразасы парыз етілгеннен кейін Ашура оразасын уәжіп екендігі мансух болды, және мустахабтығы қалды. Енді кім қаласа ораза ұстайды, кім қаласа ораза ұстамайтұғын. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әдетіні немесе нәпіл құлшылығының бірі, біз қазіргі таңда да ораза ұстап келе жатқан Ашура күні, Мухаррамның 10-шы күні, яғни оразасы. Жалпы Мухаррамның, құрметті жамаат, оразасының сауабы жайында айтылған кезде бір жылдық күнәларға каффарат болады деп айтылады. Енді бұл жерде, құрметті жамаат, айтып жатқан мәселе, қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хижреттен алдын сол күнгі оразаны, Ашура күнінің оразасыны ұстады. Өйткені Құрайш тайпасы ұстайтұғын. Бұдан білінеді, құрметті жамаат, ислам келуден алдында Ашура күнінің оразасы бар екендігі. Өйткені ғалымдар айтады, құрметті жамаат, Ашура күнінің оразасы негізі Ибрахим алейхиссаламнан қалған дейді. Немесе кейбір нелерді Ашура күні пайғамбар алейхиссаламның өзінің несінен, хадисінен келіп тұрып айтатын болса, пайғамбар алейхиссалам яхудилердің Ашура күні ораза ұстап жатқандығын көрді. Сонда не үшін ұстап жатырсыңдар деген кезде, Муса алейхиссалам осы күні ораза ұстады, біз соған амал етіп, ергесіп ұстап жатырмыз деді. Сонда пайғамбар алейхиссалам Мусаға, сендерге қарағанда біз жақынбыз деп тұрып ораза ұстады. Енді осы Ашура күнінің оразасы, жаңағы айтқандай,
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахи келіп, яғни ислам келуден алдын бар еді. Жаңағы айтқандай, Ибрахим алейхиссаламның шариғаты деп айтылады бұны. Ибрахим алейхиссаламның шариғатында сол күні ораза ұстау бар екендігі. Бұл жерде, құрметті жамаат, бірақ көрінісі, яғни оразаның енді көрінісі әртүрлі еді. Өйткені Ибрахим алейхиссаламның шариғатынан қалған біраз амалдар бар еді. Бірақ көрінісі өзгеріп кеткен. Мысал үшін, Қағбаны тауаф қылу Ибрахим алейхиссаламның уақытынан басталды. Бірақ сол пайғамбар алейхиссаламның уақытына келген кезде ол нәрсе тауаф деген, яғни Қағбаны тауаф қылу бар еді, бірақ оның көрінісі басқаша еді. Өйткені ол уақытта олар жалаңаш Қағбаны тауаф қылатын еді. Содан келіп шығып, құрметті жамаат, ғалымдар айтады, егер шариғатты нақты әрі біліммен ұстанбаса, онда ол барып өзгеріске ұшырайды. Яғни ол өзгеріске ұшырағандығы жаңағы айтқанда Ибрахим алейхиссаламның шариғатынан қалған жаңағы Қағбаны тауаф қылу өзгеріске ұшырап кетті. Сол сияқты Ашура күнінің оразасы да Ибрахим алейхиссаламнан қалған, шариғатынан қалған деп айтылады. Ал бірақ не үшін деген кезде Муса алейхиссаламды Алла Тағала Фирауынның, яғни артынан қуып келе жатқан Фирауынды құтқарған күні Ашура күні еді дейді. Және де, құрметті жамаат, тарихтардан айтылады, Юнус алейхиссалам, яғни Юнус пайғамбар, балықтың ішінен шыққан күні Ашура күні еді дейді. Және де, Юсуф алейхиссалам, яғни Юсуф пайғамбардың құдықтан құтқарылған күні де Ашура күні еді дейді. Яғни сол үшін жалпы жаңағы айтқан Муса алейхиссаламның арқасынан ергескендер, яғни сол өздеріне Фирауыннан құтқарғандығы үшін Аллаға шүкіршілік есебінде ораза ұстаушы еді. Соны пайғамбар алейхиссаламға айтқан кезде, пайғамбар алейхиссалам Мусаға сендерге қарағанда біз жақынбыз деп тұрып, яғни пайғамбар алейхиссалам оразасын ұстады. Үмметіне де Мединаға, яғни көшіп барғаннан кейін ұстауды бұйырды, уәжіп екендігіні айтты. Бірақ Рамазан оразасы парыз болғаннан кейін, яғни енді екінші жылы деп айтылады, яғни сол Рамазан оразасы парыз болғаннан кейін оның уәжіптігі қалды, яғни мансух болды, түсті, бірақ мұстахаб екендігі қалды. Ерікті адам, яғни адам қаласа Ашура күні сауапты үміт етсе ұстайды, егер ұстамаған жағдайда ол күнәһар болмайды. Кейінгі хадис, құрметті жамаат, Алқама рахматулла алейхтан, яғни келеді, мен Айша разияллаху анхуадан сұрадым. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам күндердің қайсы бір ғибадат үшін хас, яғни арнайы белгілеп алатын еді ма? Яғни пәлен күні мына құлшылықты жасайым, түлен күні мына құлшылықты жасайым деген сияқты, яғни арнайы бір құлшылықты бір күнге арнайы белгілеп алатын ба еді. Сонда Айша разияллаху анамыз айтты дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның амалдары даими, яғни жалғасушы еді. Қайсы бір ғибадатқа берілсе, яғни соған көңіл бөлсе, оған көңіл бөлетұғын, яғни оны жалғасушы дегені, яғни оны қалдырмастан, яғни бір-біріне жалғастырып қалдырмастан жасайтын. Және сіздерден кім пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құлшылыққа көңіл бөліп, соны орындағанындай ғибадатқа, яғни көңіл бөле алады, яғни соны орындай алады деп айтты дейді. Бұл, құрметті жамаат, бұл жердегі жалғасушы дегені көпшілік жағдайда дегені деп айтады. Яғни көпшілік жағдайда дегені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадистері бар. Амалдың жақсысы қайсы деген кезде аз болса да ұзақ жалғасатыны деген. Құлшылық өзі аз, бірақ ұзақ бұл жалғасады.
Сондықтан құрметті жамаат, бізде мүмкіндік барынша құлшылықты жаңағы азғантай, яғни құлшылық, бірақ соны өзімізше көп жасаймын деп тұрып, соған қатты берілеміз дағыны, өзімізге ауыр тиіп қалады да, соны қайтып, оны істей алмай қаламыз. Кейінгі хадис, құрметті жамаат, Айша разияллаху анамыздан келеді, яғни ол кісі айтады, бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менің алдыма келіп, менің алдымда бір әйел отырғандығын көрді. Яғни бір әйел отырған еді, сол кезде Пайғамбар саллаллаху келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрады, бұл әйел кім? Сонда мен айттым дейді. Мен айттым, бұл сол әйел түндері ұйықтамай нәпіл намаздар оқитұғын, және ғибадаттарымен айналысатұғын. Яғни түнімен ұйықтамастан құлшылық қылатұғын, сол құлшылықтарымен айналысатұғын әйел. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Нәпіл ғибадаттарды сондай мөлшерде жасалынғаны жақсы, яғни жасалынсын, оны қылу мүмкін, және де адамның күш жігері жететіндей болсын. Алланың атымен ант ішіп айтамын, Алла тағала пендесі ғибадаттан шаршамаса, қиналмаса, сауап беруден Алла ешқашан шаршамайды, қиналмайды. Айша разияллаху анамыз айтты дейді. Айтты, ғибадаттар ішінде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан артық баршадан, яғни артық ғибадат, ол ғибадат сондай еді, қылушы, яғни құлшылықты орындаушы оған еш қиналмайтұғын, яғни оны жеңіл орындайтұғын, яғни құлшылық деп айтып жатқандығы. Яғни осы құрметті жамаат жоғарыдағы, яғни бұдан алдыңғы хадис, және осы хадистен яғни білеміз, Пайғамбар алейхиссалам құлшылық ғибадатты жасаған кезде адам өзі қиналмайтындай болу керектігіне ескертіп жатқандығы. Яғни әлбетте нәпіл ғибадаттар бұл жерде, енді парызда тұрған әңгіме жоқ, бұрында сабақтарда айтып өттік, бұл парыз Алланың бұйрығы, оны қандай, яғни бұйырылған болса, солай біз орындаймыз. Ал нәпіл ғибадатта біз күшіміз жеткенінше, яғни өзімізді қинап қоймайтындай дәрежеде құлшылық ғибадат, яғни нәпіл амалдарды жасаймыз. Кейінгі хадис, құрметті жамаат, Абу Салих айтады, мен Айша разияллаху және Умму Салама разияллаху анхумадан сұрадым, қайсы бір түрлі ғибадат Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға артық сүйікті еді. Яғни қайсы ғибадатты Пайғамбар алейхиссалам жақсы көретін еді. Олар екеуі де айтты дейді. Қайсы бір ғибадат аз болсын, немесе көп болсын, орындаушы адамға ұзағынан жалғасатын болса, ол ғибадат Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сүйікті еді деп айтты дейді. Яғни ол аз болсын, көп болсын, бірақ ол ғибадат ұзақ жалғасатын болу керек. Бұл құрметті жамаат жерде түсінік беріп жатқандығы, бұл риуаяттан мәлім болады. Ораза болсын, намаз болсын, қайсы бір нәпіл ғибадатты орындаушы адам оған көңіл бөліп орындасын. Яғни шынайы ықыласпен деп айтамыз ғой, Алла разылығы үшін деп. Яғни сондай орындасын, және оған оны ұзақ жалғастырушы болсын. Қаласын ол аз, қаласын ол көп болса да. Бұндай болмаса, құрметті жамағат, қыла алмайтын. Егер ондай болмаса, яғни аздан болса да, адам өзі қиналып қалмайтындай дәрежеде орындамаса, адам баласы
бұны орындай алмайды екенмін деп тұрып, оны тоқтатып қояды. Яғни ол құлшылықты орындамай қояды. Өйткені парыз ғибадаттардағы кемшіліктерді нәпіл мен толдырылады. Біз білеміз, шариғатта егер парыз намаздар мысал үшін алатын болсаңыз, парыз намазы толмай қалатын болса, ақыретте нәпіл намаздармен толтырылатындығы жайында хабарлар келген. Қайсы бір түрлі нәпіл амал болса да тәрк етілмесін дейді. Бұл құрметті жамағат, жалпы айтқан кезде біз құлшылық ғибадатты мүмкіндік барынша ретке қойып алу керек. Ретке қойып алу керек дегені, мысалыға садақа жасайтын адам бірден қомақты садақаны жасай алмауы мүмкін. Біріншіден, оның жағдайы келмеуі мүмкін. Екіншіден, бізде мынау нәпс, шайтан деген нәрсе бар. Яғни құлшылық жағы садақа жасайын деп жатқан кезде түрлі алдаулармен, сылтаулармен, арбаулармен ол адамды қайтарып қалады. Соны ғалымдар айтады, құрметті жамағат. Сіз садақа жасауды ретке қойыңыз дейді. Мысал үшін, бір күнде 1000 теңге, немесе 500 теңге, арба жа болмаса 100 теңге. Күніне істеу бірақ. Пайғамбар алейхиссаламның күнделікті немесе ұзақ жалғасатын дегені сол. Яғни күнделікті сіз 1000 теңгені істей алмауыңыз мүмкін, бірақ 100 теңгені садақа жасауға болады. Күнделікті 100 теңгеден садақа жасай беретін болсаңыз, бір жылда қанша садақа жасап қоясыз. Ал бірақ оны бірден шығарып беруге, жаңағыдай біріншіден жағдайыңыз келмей қалады, екіншіден нәпс пен шайтан деген, яғни алдайтын, арбайтын жаратылыс бар. Яғни бізді ол бірден қомақты қаражатты садақа жасауға мүмкіндік бермей қоюы мүмкін. Сол үшін құрметті жамағат, жаңағы айтылғандай күнделікті 100 теңгеден садақа жасап отырсаңыз, ол ауырлық тидірмейді. Сол сияқты құрметті жамағат, ораза ұстаған жағдайда да, нәпіл ораза ұстаған жағдайда да, Пайғамбар алейхиссаламға келіп бір сахаба сұрады ғой. Яғни ораза ұстау мәселесіне келіп сұраған кезде, бір күн ұста деді. Арада демалу керектігін айтты. Сол жерлерде, сол хадисте айтылғаны, ең соңғы айтқаны Пайғамбар алейхиссалам, бір күн ораза ұста, бір күн аузың ашық жүрсін деді. Яғни Пайғамбар алейхиссаламға жағы бірінші кеп сұраған кезінде осылай ораза ұста дегенде менің күшім жетеді оған деді ғой. Бірақ Пайғамбар алейхиссалам сол нәрседен қайтарды, күнделікті ораза ұстаудан. Өйткені адам баласы шаршап қалады. Күнделікті, яғы Айша анамыздың алдында, жағы әйел кісі түндері, күнде, яғни әр түнде құлшылық ғибадатпен айналысатын адам әйел екендігіні, тақуалы әйел екендігі айтылды. Пайғамбар алейхиссалам сол нәрсені ескерткені, яғни адам қиналып қалмау керек екендігіне ескертті. Өйткені құрметті жамағат, күнде, әр күні, яғни түнде егер тахаджудпен, яғни намазбен өткізе беретін болса, адам баласы білмеймін, бір апта, ар барса бір ай оқитын шығар. Ар жағына шаршайды. Одан да сіз түнде түнімен құлшылықпен емес, түнде мысалы 1 сағат құлшылық жасасаңыз, басқа уақытында демаласыз. Бірақ сол 1 сағаттық құлшылықты күнделікті істе деп айтады. Яғни енді 1 сағат, жарты сағат болсын намаз оқысаңыз, бірақ оны күнделікті оқысаңыз, оны бір күні немесе бір ай көлемінде әр түні құлшылық жасап, одан кейін өмір бақи тоқтатып қойғаннан гөрі, жарты сағаттық болса да күнделікті ары қарай жалғасып кеткені амалдың жақсы болады. Сол үшін құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатқаны, жоғарыда хадистегі, пенде егер де құлшылық жасап шаршамайтын болса, пендесі құлшылық жасап шаршап, одан шалдығып қалмаса, Алла Тағала сауап беруден шаршамайды дейді.
Біз осы нәрсені ұстануымыз керек, яғни мен жасаған амалымды Алла қабыл етеді, Алла сауаптан нәсіп етеді. Бірақ аз болса да. Сол нәрсе, құрметті жамаат, ықыласпен орындалған жағдайда. Міне осы нәрсені, құрметті жамаат, біз ұстануымыз керек, ретке қоюымыз керек. Жаңа айтқандай, бір айда, мысалы үшін, оразаны, осы біздің тақырыбымызға қатысты болған нәрсені алатын болса, құлшылық, нәпіл құлшылықты алатын болсақ, бір айда 3 күн, яғни ораза ұстау. Кейбір нелерде, бір риваятта келген ғой, пайғамбар алейхиссаламға сахабаларының бірі келіп тұрып, яғни ораза ұстау мәселесі, тағы бас құлшылықтар мәселесін айтылған кезде, сен ол нәрсені орындауға күшің жетпейді деген кезде, жоқ мен орындаймын деп өзіне міндеттеп алғандығы, кейін уақыт өте келе қартайған кезде сол міндеттеп алған нәрсеге өзі өкінгендігі. Яғни сол кезде пайғамбар алейхиссаламның айтқанын тыңдамаған екенмін деп сол кезде өкінгендігі. Сол ол не үшін дегенде, адам баласы қартайғаннан кейін күштен қалады, орындауға мүмкіндік болмай қалады. Ал бірақ ол өзі жас кезінде сол нәрсені міндеттеп алған, оны орындау керек болады. Сондықтан, құрметті жамаат, қайсы құлшылық болмасын, өзімізді қинап қоймайтын дәрежеде. Енді әлбетте бұл жерде нәпіл құлшылықтар айтылып жатыр. Сол нәпіл құлшылықтарды орындау барысында өзімізді қинап қоймайтын дәрежеде, бірақ ұзағынан жалғасатын етіп орындағанымыз абзал. Соңғы хадис, құрметті жамаат, бұл бөлімдегі Ауф бин Малик разияллаху анхуден келеді. Бір түні мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен бірге болдым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдымен мисуак пайдаланды. Кейін дәрет алды, кейін намазға ниет қылды. Мен де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға иқтида етіп, яғни ұйып, намазға ниет қылдым. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Фатиха сүресінен кейін Зам сүреге Бақара сүресіні бастап оқыды. Қашан бір рахмет жайындағы аятқа келсе, яғни сол аятты оқыса, тоқтап Алладан оны талап ететұғын, Алладан оны сұрайтұғын. Және қашан бір азап аятыны оқыса, тоқтап тұрып, одан Аллаға сыйынатұғын, яғни Алладан пана сұрайтұғын. Кейін руку қылды, және рукусінде қиямда тұрған мөлшерде тұрды. Және бұл дұғаны оқыды. Субхана зил жабарут вал малакут вал кибрияи вал азама. Кейін сәжде жасады, және сәждеде де рукуде тұрған мөлшерде тұрды, және сол, яғни рукуде оқылған жоғарыдағы дұғаны оқып тұрды. Кейін екінші ракатқа тұрды, және ол ракатта сүре, яғни Фатиха сүресінен кейін Али Имран сүресіні оқыды. Және бұл ракатта да әуелгі, яғни бірінші ракаттағы жасалынған тәрізде орындады. Яғни азап, рахмет аяттары келгенде Алладан рахмет сұрады, азап аяттары келген кезде Аллағадан пана сұрады. Бұл намаз өзі 4 ракағаттық намаз еді. 3-ші ракағатта сүре Нисаны, яғни Зам сүре оқыды, және 4-ші ракағатта Маида сүресіні Зам сүре қылып оқыды. Сол сүретте, яғни оқыды. Енді құрметті жамаат, бір мәселе туындайды. Біз жалпы
Пайғамбар алейхиссаламның нәпіл құлшылықтары жайында оқыдық, бөлімді, яғни бастадық. Соңы оразада оразаны, яғни бүгін оқыдық. Бірақ оразаның жайындағы келген хадистердің соңында намаз жайында хадис келіп жатыр. Енді бұл жерде, құрметті жамағат, әртүрлі пікірлер білдіріледі. Соның бірі, жазған кезде, яғни бұл хадис соңына түсіп қалған болу керек дейді. Яғни оразадан кейінгі, яғни соңына түсіп қалған болуы мүмкін дейді. Және түрлі пікірлерді айтады, бірақ мына жерде айтылып жатқаны, құрметті жамағат, имам Термизи рахимахулла бұл бапта басында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ғибадаттарын өте жеңіл және оңайларын баян етті. Яғни басында жеңіл. Яғни біз бірінші тахаджуд күн намаздарына, күндізгі нафил намаздарын оқыған кезде оқыдық қой. Яғни жеңіл оқитын еді. Мысалы үшін бамдат намазға тұрғаннан кезде бірінші жеңіл 2 ракат намаз оқып алатын еді, одан кейін сүннетін оқитын еді деген. Яғни сондай хадистерді оқыдық. Яғни соны айтып жатыр. Басында жеңіл және оңай хадистерді баян етіп келіп, соңында мүбәрак хадиспен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құлшылыққа деген, яғни құлшылыққа деген құлшынысыны артық екендігіні адамдар, яғни білсін. Және де адамдарды сол құлшылыққа құлшындыру мақсатында дәлел болсын деген ниетте осы хадисті соңында, яғни айтып жатыр дейді. Яғни жеңіл хадистерді оқып келіп, бірақ пайғамбар алейхиссалам барлық нәпіл намаздарды жеңіл оқыған екенді, барлық құлшылықтарды жеңіл орындаған екенді деген, яғни ойда болып қалмасын. Өйткені пайғамбар алейхиссаламның құлшылыққа деген құлшынысы басқа адамдардың құлшынысынан артық еді. Пайғамбар алейхиссалам құлшылыққа қатты көңіл бөлген еді. Соны білдіру үшін дейді. Соны адамдарға сезіндіру үшін бұл хадисті имам Термизи рахматулла алейх соңында келтіріп жатыр дейді. Бұл жалпы айтқанда, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құлшылыққа деген құлшынысыны біз осы хадистерден үйрендік. Яғни пайғамбар алейхиссалам не үшін, мысал үшін намазды, тахаджуд намазы өзіне уәжіп, парыз деп айтылады, бірақ басқа үмметіне, яғни пайғамбар алейхиссаламнан кейінгі үмметке ол нәпіл деп айтылады. Немесе пайғамбар алейхиссалам мысал үшін үзбей ораза ұстап кетуі мүмкін еді. Өйткені пайғамбар алейхиссалам өткен хадистерді сабақтарда өттік қой. Пайғамбар алейхиссалам кейде улап та оразаны ұстады, ауыз ашпастан. Сонда сұралған кезде пайғамбар алейхиссалам мені Алла тағала тамақтандырады деген сөздерді айтқан. Содан келіп шығып айтылады, пайғамбар алейхиссалам улап жағы қиналмастан ұстауы мүмкін еді. Бірақ үммет қиналып қалмасын деп, яғни өзінің үмметіне ауырлық болмасын деп тұрып, арасını үзетін еді деп айтады. Сондықтан, құрметті жамағат, ораза ұстаған кезде жаңа айтқандай, пайғамбар алейхиссаламның өсиетінде амал қылған халде мүмкіндік болса, әлбетте айына 3 күн болса да ораза ұстап тұруды әдетке айналдыру керек. Зуха намазын мүмкіндік барынша тастамау керек. Және де үтір намазды оқымастан ұйықтамау керек. Алла субханаху ва тағала барша жасап жатқан құлшылық ибадаттарымызды қабыл етсін. Пенделікпен жіберген қата кемшіліктерімізді мағфират етсін. Алла тағала өзінің сүйген құлдарының қатарында болуды нәсіп қылсын. Алла нәсіп етсе, құрметті жамағат, біз кейінгі сабақта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қирағаты жайында сабақ өтеміз. Пайғамбар алейхиссалам Құранды қалай оқыды, сол жайындағы хадистерді Алла нәсіп етсе, кейінгі сабақтарда үйренеміз. Алла баршаңыздан разы болсын.